Ханымдар мен мырзалар. Қазақтың аса көрнекті ағартушы педагогы, жазушы, этнограф, қоғам қайраткері Ыбырай Алтынсарин іргетасын қалаған мектебінің 140 жыл мерейтойына арналған салтанатты іс-шарамызға қош келдіңіздер. Айтулы орын алатын білім ордасы Ыбырай мектебінің 140 жылдығымен құттықтауға рұқсат етіңіздер. Біз Ыбырай Алтынсаринді алғашқы ағартушы педагог әрі алаш қайраткерлерінің ұстазы ретінде танимыз. Бұл ретте оның мектебінен білім алып, тәрбие көрген тұлғалардың қандай бағытта өсіп жетілгені туралы айтуға болады. Олар алаш арыстары Ахмет Байтұрсынұлы, Міржақып Дулатұлы, тұңғыш кәсіби журналист Мұхамеджан Сералин, талантты жазушы Бейімбет Майлин, ағартушы педагог, жазушы Спандияр Көбеев, қоғам қайраткері, мәдениет министрі Ильяс Омаров, сахна тарланы, ұлттық кәсіби театр өнерінің негізін салушы, халық әртісі Елубай Өмірзақов сияқты атақты білім ордасының түлектері бар. Адам ұрпағымен ұзақ жасайды, ал халқына сіңірген еңбегімен, жақсы істерімен артынан өшпес із қалдырады. Ғабдолғали Балғынбаев ұлы ұстаз өсиетін жалғастырушы Ыбырай мектебінің алғашқы ұстаздарының бірі. Ыбырай негізін қалаған мектептен қанат қаққан шәкірттер білім мен санлықты үйреткен, тәлімді тәрбие берген ұстаздардың мақтанышпен айтады. Ағымдағы жылдың қазан айында қазақ тілі мен әдебиет пәнінің мұғалімі Ағыбай Нұғманов Ақордада президент қолынан Қазақстанның еңбек сіңірген ұстазы құрметті атағын алды. Бұл жетістіктер мектебіміздің абыройын арттырып, ұстаздарымыздың еңбегінің жемісті екенін айқын дәлелдеді. Ыбырай Алтынсарин бар күш қуатын халықты ағарту, жастарды тәрбиелеу ісіне жұмсады. Ыбырайдың жазушылық қызметінің сол оқу өнер, білім мәселелерімен сабақтастығы да осында болса керек. Ыбырай мұрасын насихаттау, ел ертеңі үшін еткен еңбегінің асыл сөздер, саралау бүгінгі күннің үлесінде ғана емес, келешектің еншісінде де. Қазіргі таңда Ыбырай мектебінің оқушылары халықаралық, республикалық конкурстар мен олимпиадаларда қатысып жүлделі орындарға ие болып жүр. Бұл жетістіктер мектептің ұзақ жылдар бойы еңбектерінің жемісі. Осы тұста Ыбырай Алтынсариннің маған жақсы мұғалім бәрінен де қымбат, өйткені мұғалім мектептің жүрегі деген сөзі ойға елестейді, оралады. Дарын жүйесіне енген 24 жыл ішінде мектепті 1212 түлек бітіріп, оның ішінде 65 түлегіміз алтын белгіге, 43 түлек үздік аттестатқа тәмамдады. Ыбырай мектебінің түлектері еліміздің беделді жоғары оқу орындары мен алыс жақын шетелдерінде білімдерін жалғастыруда. Бұл тек қана мектептің емес, облысымыздың үлкен жетістіктерінің бірі. Құрметті ұстаздар, қадірлі қонақтар, сіздерді мектептің 140 жылдық мерейтойымен шын жүректен құттықтауға рұқсат етіңіздер. Мектепке жаңа жетістіктер мен шығармашылық табыс, жаңа бастамалар, тек қана сәттілік тілеймін. Білім беру ісінің құрметті қызметкері төсбелгісімен Тасанова Гүлмира Мұхамеджан қызы марапатталады. Тасанова Гүлмира Мұхамеджан қызы, қазақ тілі мен әдебиет пәнінің мұғалімі, республикалық деңгейде үздік педагог 2022, үздік авторлық бағдарлама 2023 байқауларының жеңімпазы. Оқушылары республикалық олимпиаданың бірнеше дүркін жүлдегері. Оқытудың тиімді технологияларын үнемі іздейтін тәжірибелі, ынталы және шығармашылықпен жұмыс істейтін мұғалім. Гүлмира Мұхамеджан қызын шын жүректен құттықтаймыз. Төлекенова Айгүл Төлекеновна,
тарих және құқық пәндерінің мұғалімі. Өз жұмысында инновациялық зерттеу қызметін белсенді қолданып, оқушылары білім бәйгесінде оза шапқан талантты ұстаз. Қостанай облысы әкімінің грамотасы. Қазақстан Республикасының білім беру ұйымдарында өскелең ұрпақты оқыту мен тәрбиелеудегі елеулі үлесі мен жетістіктері үшін Қостанай облысы әкімінің құрмет грамотасымен марапатталады. Сатпақасова Назгүл Ажгалиевна Ыбырай Алтынсарин мектебінде көп жыл адал еңбек етіп келеді. Шын мәнінде адал еңбек бүкіл жетістіктің бастауы, табысқа жетудің кілті. Еңбегіңіз әр кезде бағалана берсін. Олай болса, дәл осындай құрмет грамотасымен марапатталады. Қошеметімізді аямай соғып отырайық. Аймағамбетова Еркегүл Әмірбековна. Ыбырай Алтынсарин мектебінде көп жыл адал еңбек етіп келеді. Халқымыз еңбек адамның көркі, адам заманның көркі деп бекер айтпаған. Елеулі еңбектеріңіз үшін алғыс білдіреміз. Дәл осындай грамотамен Серикбаева Ақмарал Нұрбековна марапатталады. Мектеп директорының тәрбиесі жөніндегі орынбасары және география пәні мұғалімі. Ұзақ жылдар бойы тәрбие саласында еңбек етіп, саналы шәкірттер тәрбиелеуге үлес қосып келеді. Оқушылары ғылыми жобалар байқауының республикалық және облыстық деңгейде бірнеше дүркін жеңімпазы. Ақмарал Нұрбекқызын шын жүректен құттықтаймыз. Барша ұстаздар, марапаттарыңыз құтты болсын деп ұстаздарға бір қошемет салып қойыңыздар.
Алдарыңызда өнер көрсеткен Ажар би үйірмесінің жиынға қатысушы әріптестер, құрметті Рысал Сейітхановна және ұжымның әрбір мүшесі бүгінгі тойланып жатқан Ыбырай Алтынсарин атындағы мектептің 140 жылдық мерейтойымен Қазақстан Республикасының оқу-ағарту министрлігінің, оның ішінде Дарын республикалық ғылыми-практикалық орталығының атынан құттықтаймын. Мерейтой құтты болсын, құрметті әріптестер. Мейірім, ынсап, ақпейіл, адал еңбек, бұл төртеуін кім қылса, шын адам сол деп Шәкәрім бабамыз айтқандай, адал іс-әрекет, таза еңбек адамы, оның атқарып отырған еңбегінен көреміз. Міне осы көріністі сіздің ұжымыңыздың еңбегінің жолынан аңғаруға болады. Өзіңіздің білімді ұстаз, білікті басшы ретінде білеміз. Ұжымыңызды бірлігі жарасқан, жаңалыққа құмар, жан-жақты, білікті де білімді шығармашыл ұстаздарымен танимыз. Жаңа білім басқармасының орынбасары атап өткендей, білікті де білімді шәкірттермен қоса ұстаздар да осы Қостанай өңірінің атын шығарып, біздің ұйымдастырып отырған шараларда өте жақсы нәтижелерге қол жеткізіп жүр. Бұл әрине оқушыларды тәрбиелеп отырған сіздердің алдарыңыздағы шәкірттердің жемісі, ол ұстаздардың жемісі. Міне еліміздің өсіп өркендеуіне өз үлесін қосар, білімді, білікті, дарынды балаларды тәрбиелеу жолындағы олардың дамуына ерекше назар аударып жүрген ұстаздардың еңбегін біз аса жоғары бағалаймыз. Құрметті қадірлі мектеп ұжымы, сіздерге осындай мерейлі күн шын көңіліңізбен зор денсаулық, қажымас қайрат, еліміздің өсіп өркендеуіне өз үлесін қосар, білімді, дарынды жастарды қалыптастыру жолындағы еңбектеріңізге шығармашылық табыстар тілейміз. 140 жылдық мерейтой құтты болсын, ағайын. 140 жылдық тарихы бар Ыбырай Алтынсарин атындағы мамандандырылған мектеп-гимназия интернатын мерейтойымен құттықтайды. Тарихы мен өзіндік дәстүрі бар оқу орны бүгінде беделді білім ұяларының қатарында саналады. Оқу орнына түлеп ұшқан мыңдаған білікті шәкірттер осы жылдар ішінде тәуелсіз еліміздің қарыштап дамуына орасан зор үлес қосып келеді. Мектептің қазіргі талапқа сай білім беру жүйесі, ұстаздардың ғылым мен тәжірибені қатар ұштастырған ұтымды тәжірибелері адамзат игілігіне сынып келе жатқан жемісті еңбегі. Тегінде адам баласын ақыл, ғылым, ар мінез деген нәрселермен озады деп Абай Құнанбайұлы сөзін осыған дәлелдесек болады. Мектеп ұжымын қазақтың дара ұстазы Ыбырай Алтынсарин атындағы білім ордасының 140 жылдық мерейтойымен шын жүректен құттықтаймын. Алтын арқауы үзілмеген ұрпақтар сабақтастығының жарасымды үлгісі алдағы уақытта да жарқырап көріне береді деген сенімдімін. Осы айтулы күні бәсекеге қабілет жастар тәрбиелеп отырған ұстаздарға мың алғыс. Директор Ажабек Тұрсынов. Мерейтой құтты болсын, құрметті ағайын. Сіздерге тыңдағандарыңызға рахмет. Құрметті Сайран Бакенұлы, сізден марапаттау рәсіміне сахна төрінде қалуыңызды сұраймыз. Сүйінқожина Шолпан Құрманғалиевна, орыс тілі және әдебиеті пәні мұғалімі, еңбегіне адал, өз пәнінің шебері, оқушылары республикалық олимпиадалардың бірнеше дүркін жеңімпаздары. Шын жүректен құттықтаймыз. Марапатыңыз құтты болсын. Олай болса, келесі дәл осындай марапатпен ортаға сіздердің құрмет қошеметтеріңізбен шақырамыз. Еслямгалиева Зоя Сейсенбаевна. Орыс тілі және әдебиеті пәнінің мұғалімі, жауапкершілігі мол, сапалы білім беруді мақсат тұтатын
еңбек жолында республикалық деңгейдегі пәндік олимпиада жеңімпаздарының жетекшісі. Құрметті қошеметтеріңіз. Дәл осындай марапат. Жалғастырайын, дәл осындай марапат Байтасова Ботагөз Шаяхметовнаға, орыс тілі және әдебиеттен мұғалімі, ісіне адал, жас мамандарға үлгі бере отырып, оқушыларды пәндік олимпиадалар мен ғылыми жобаларға дайындау шебері, республикалық деңгейдегі жеңімпаздардың жетекшісі. Ботагөз Шаяхметова, сізді бүгінгі марапатыңызбен шын жүректен барлығымыз құттықтаймыз! Ары қарай жалғастырайық. Дарын республикалық ғылыми практикалық орталығының құрмет грамотасы. Самратова Омсулай Мұхтар қызы. Қошеметпен қарсы алыңыздар. Шәкірттеріне сыйлы, қызметіне адал, өскелең ұрпақты тәрбиелеуде өз үлесін қосқан ұстаз. Бүгінде Омсулай Мұхтархан қызын шәкірттері үлкен жетістіктерге жетіп, елге қызмет етуде. Сыптаев Аманжол Ғұсманович, дене шынықтыру пәнінің мұғалімі. Аманжол Ғұсманович өзінің сабақ беру шеберлігімен оқушыларды спортқа баулай отырып, салауатты өмірге тәрбиелеуде. Олай болса, дәл осындай құрмет грамотасымен марапатталады Туралина Роза Мейрамбековна. Тарих және құқық пәндерінің мұғалімі. Өз жұмысында оқытудың әртүрлі әдістері мен құралдарын қолданады. Танымдық белестерді қалыптастыруға ерекше назар аударады. Оқушылары тарих пәні бойынша республикалық шығармашылық және ғылыми жобалар байқауының жеңімпаздары. Дәл осындай құрмет грамотасы Булетбаева Жұмат Советовнаға, қазақ тілі әдебиет пәнінің мұғалімі. Жұмат Советовна педагогикалық шеберлікті жетілдіруде ұмтылысы тоқтамаған, өз ісінің нәтижелері үшін жауапкершілігімен ерекшеленеді. Оқушылары республикалық олимпиада мен ғылыми жобалар жеңімпаздары. Дәл осындай марапат Ермағанбетова Меруерт Қайыргенқызы, қазақ тілі және әдебиет пән мұғалімі. Меруерт Қайыргенқызы белсенді және бастамашыл мұғалім. Өзінің педагогикалық шеберлігін үнемі жетілдіріп отырады. Оқушылары республикалық пәндік олимпиада мен шығармашылық байқаулардың жеңімпаздары. Меруерт Қайыргенқызы, шын жүректен құттықтаймыз. Еңбегіңіз ерене берсін. Шын жүректен құттықтаймыз. Мереке құтты болсын, қадірменді жиналған қауым. Олай болса, дәл осындай марапатпен біз ортаға Жұмагүлова Құралай Жұмановнаны шақырамыз. Химия пәнінің мұғалімі Құралай Жұмановна еңбекқорлығымен, жауаптылығымен ерекшеленеді. Өзінің педагогикалық және әдістемелік шеберлігін үнемі жетілдіріп отырады. Білім беру процесінде жаңа технологияларды қолданады. Оқушылары химия пәнінен республикалық ғылыми жобалар мен байқаулардың жеңімпазы. Көп рахмет, Сайран Бакенова. Марапат алған ұстаздарды шын жүректен құттықтаймыз. Осы мерейтойды толықтырып ұмытып кетіппіз. Ырсал Сейілханова, келіңіз. Қошеметтеріңіз, Ырсал Сейілханова.
Анда сүгірай келді деп, ортасында талай ай сайраған, сарсам аурын құман, кейін дастархан ау жайнаған. Ағалары келден ай аман бол, келді медебай шышыдан, жеңгелерім де бар еді, бодай күздер ау жайнаған. Ағын әлерінде бар еді, сүгірде ағамай келді деп, шаптыртпай айғайлады, хей хабарды салған ау елінде, мәжілісте байтады ау елінде, көңілі де құрғырай мастана, біз жүріп біз жігіттері, хей адайдың да берген ау жерінде. Хей, дәри-дәри, хей, дәри-дәри, хей, дәри-дәри, хей, дәри-дәри, хей, дәри-дәри, хей. Құрдас тебе, хей, талайында жұғынай қинаға. Қыздарында бар еді, шағиқта бербей адамның, батиқасын алам тебе, хей, қыпшадай бередей қайысқан, саусақтарда майысқан, алтыда қададай ақорда, айрылды қададай барасың, біз сияқты күнінде, хей, шамсы жерге ярыстан. Браво! Құрметтеріңіз!